Уайым. Уайым алдағы істерді ойлап тағатсыздану. Күйгелектікке ұрынып, үмітсіздікке салыну. Істі жаманшылыққа балап, орынсыз мазасыздану. Бұл құбылыс асқынған кезде ұйқысыздыққа, күйзеліске тап болуы бар. Мысалы, үйленсем әйелім жаман болып шықса қайтемін? Немесе, күйеуінің жұмысы Алматыға ауысуына байланысты көшетіндігін естіген әйел, Алматы лас қала, денсаулығымыз құритын болды, кептеліс көп, балалар мектепке қалай үлгереді деп ұйқысы қашып, уайымға салынып, 2 миллионға жуық халқы бар осы қалада өмір сүріп жатқан адамдарға назар аудармастан өзінен өзі әбігерге түсуі мүмкін. Екінші мысал, шетелден тауарға тапсырыс берген кәсіпкер жолда жүк көлігі бұзылып қалса, немесе ол өртеніп яки тоналып кетсе не істеймін? Деген секілді қорқынышты жағдайларды елестетіп, ұйқысы қашып, күндіз-түні сары уайымға салынуы мүмкін. Мұндай артық уайым адамды күйзеліске түсіріп, торықтыра жіберетіні анық. Орынсыз уайым қол-аяқты жіпсіз байлап, жігеріңді матап, харекетіңді тұсап тастайды. Не болса соны уайымдап, түйметейді түйедей етіп, болмашы нәрсеге шамадан тыс алаңдаған сайын адамның қайраты мұқалып, қайрылған шалғыдай жігері жасиды. Уайым стресске себеп. Ал ол өз кезегінде денсаулықты құртады. Менің бір жақын танысым ұйқы безі асқынып, өлім аузынан қалды. Ол кісімен шетелге қонақ үйде бір бөлмеде тұрдық. Кешкі астан кейін шкафтарды ақтарып, киімдерінің қалтасының қайта-қайта тексеріп, қатты мазасызданып, әлде бір нәрсені тынымсыз іздеп жүргенін байқадым. Сөйтсем, бөлменің есігін ашатын качкасын таппай жүр екен. Мен, Құдай-ау, бағанадан бері сонша мазасызданып іздеп жүргенің осы ма? Качка дегенің жай ғана пластмас дүние ғой. Ресепшн қызметкерге айтсаң, басқасын шығарып бере салады деп көңілін тыныштандыруға тырыстым. Таңертең тұрсам, көшім тағы да сол качкасын іздеп әуре сарсаңға түсіп жүр. Танысымның ұйқы безі неліктен сыр бергенін түсіндім. Баяғы орынсыз уайымның кесірі. Уайымды қалай жеңеміз? Бар жігеріңді ертеңгі күнмен өмір сүруге жұмсама. Өйткені ертеңгі күн бізге беймәлім. Алдағы күн бір Аллаға ғана аян. Ендеше әлі орын алмаған жағдайды ойлап сары уайымға салынудың мәні жоқ. Бұл бір аптадан кейін қарным ашуы мүмкін деп, бүгін тыңқия тойып алу секілді орынсыз әрекет. Адамның ерік-жігері бойындағы жігер қуаты дәл қазіргі таңдағы қиыншылыққа төтеп беруге толық жеткілікті. Ал біз сол ерік-жігерді, қуатымызды өткен күнге өкінумен, әлі болмаған болашаққа алаңдаумен әлсіздікке ұшыратып жатамыз. Сондықтан өткенге өкінбей, болашақты уайымдамай, дәл бүгінгі күнмен өмір сүруді үйренуіміз қажет. Себебі уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Далай-ламаның егер сізге кез болған нәрсе түбі оңтайлы шешілетін болса, оған бола уайымға салынудың қажеті жоқ. Ал бәрібір шешілмейтін болса, ол үшін қайғырудың мән мағынасы жоқ деген сөзін ұмытпаңыз. Егер кез келген адам қандай да бір жағдайды ойлап, уайымға тап болса, оны жеңудің оңтайлы жолы бар. Өзіңізге мынандай сұрақты қойыңыз. Мен уайымдап тұрған осы жағдай шынымен де басыма келсе, ең жаманы не болуы мүмкін? Мысалы, жұмыстан шығып қалсам, немесе ісім кері кетіп, дағдарысқа ұшырасам, қандай жағдай орын алуы мүмкін? Соны елестетіңіз. Алдын ала сол жаман жағдайды іштей қабылдап, оны жақсы жаққа өзгертудің, минусты плюске айналдырудың жолдарын қарастырыңыз. Осыдан бірнеше жыл бұрын Данияр атты кәсіпкер інім көңілі құлазып салы суға кеткен күйде маған келді. Асықпай әңгімелестік. Данияр ірі құрылыс компаниясында бас директор болып жұмыс істейтін. Жұмыс барысында өзіне тікелей қатысы жоқ қателіктер орын алған. Алайда оған жауапты адам ретінде қылмыстық іс қозғалып сотталып кету қаупі төніп тұр. Данияр қолынан келген барлық әрекетті жасаған, бірақ мәселенің күрмеуі сол бойы шешілмепті. Күнде тергеу,
жүйкесі әбден жұқарған. Мен оған мынандай ақыл айттым: Данияр, сен қолыңнан келгенді жасап жатырсың. Түбінде Алланың пешенеге жазғаны болады. Қатты уайымдап таусылма. Былай ойлап көрші, сен өзіңді ақтай алмайсың. Әрі кетсе абақтыға жабыларсың. Сотталу деген өмірдің бітуі, қиямет қайымның орнауы емес қой. Қаншама ұлы тұлғалар өмірінің бір бөлігін абақтыда өткізген. Мысалы, Жүсіп пайғамбар ұзақ жылдар бойы жазықсыз зынданда жатты. Бірақ текке жатпай, ол жерде медресеге айналдырып жіберді. Талай адамды ізгілікке шақырды, жақсылық үйретті. Ақыры ақталып шыққаннан кейін Мысырдың қазынасын басқарды. Жұт жылдары халықты ашаршылықтан аман алып қалды. Ханафи мазхабының көрнекті ғұламасы имам Сарахли қамауда жатып 20 томдық құнды еңбегін жазып шықты. Кейіннен бұл кітап әлемдік классикаға айналды. Әлі күнге дейін бұл еңбектің ғылыми құны артпаса кеміген жоқ. Сол сияқты оңтүстік африкалық қайраткер Нельсон Мандела өмірінің 27 жылын қатаң тәртіптегі абақтыда өткізді. Оның 17 жылында жалғыз адамдық камерада отырды. Жарты жылда бір-ақ рет туысқандарымен кездесуге немесе хат қабылдауға рұқсат етілген болатын. Сол 6 ай бір рет рұқсат етілген хаттың өзі де түрме цензурасынан өтпей қалатын. Нельсон Мандела 1990 жылы бостандыққа шыққаннан кейін оңтүстік Африканың алғашқы қара нәсілді президенті болып сайланды. Нобель сыйлығына ие болды. Әлеуметтік экономикалық талай үлкен реформаларды жүзеге асырып, 2012 жылы 96 жасында дүние салды. Міне, Манделаның өмірі. Адам баласы сотталған жағдайда түрмеде отырып бостандықта жасай алмайтын істерді атқаруға болады. Мысалы, сен бизнеске қатысты 100 кітапты оқып, тауысып, кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгере аласың. Ағылшын тілін жетік үйреніп алуыңа да үлкен мүмкіндік туады. Түрлі адамдарды көресің. Өмірлік үлкен мектептен, тәжірибеден өтесің. Құранды толық жаттап алуыңа да болады. Тиімді пайдалансаң, бұл саған таптырмайтын мүмкіндік. Құранда сендердің кейбір ұнатпайтын нәрселерің ақыры сендер үшін қайырлы болуы мүмкін деген аят бар. Сүт ашып кетсе, оған өкінбе, керісінше оған ірімшік жаса. Осыған ұқсас әңгімелер айтып, көңілін көтеріп, жігерін қайрауға тырыстым. Бірақ Данияр сотталған жоқ. Кейін кездескенімде, Қайрекең сотталайын деп тұрған адамды күшті мотивация береді деп өткенді күліп еске алатынбыз. Ең қиын жағдайды алдын ала қабылдау арқылы уайымды жеңілдететін бұл тәсіл психологияда Уиллес Керриердің формуласы деген атпен белгілі екенін кейін білдім. Мен оқыған Мысырдағы Әл-Азхар университеті күрделі оқу орындарының бірі. Жүйесі қызық. 3 пәннен өтпей қалсаң, сол курсты келесі жылы қайта оқисың. Шетелдіктер үшін араб тілі ауыр болғандықтан студенттердің көбі ойындағандай толық жеткізе алмай қиналатын. Емтихан алдында Ибрахим деген жігіттің уайымдалатыны соншалық стресстен бет-аузына жара қаптап кететін. Ал менің ұйқым тыныш. Өйткені өтпей қалсаң, дүние төңкеріліп, қирап, қиямет қайым орнамайды ғой. Студенттер емтиханнан сүрінбей өтейік деп күндіз-түні дұға жасайтын. Ал мен қолымнан келгенше дайындалып, Алла тағалам, емтиханнан өтуім қайырлы болса ғана нәсіп ете көр деп дұға жасайтынмын. Бір рет емтиханнан өткізе көр деп тілемеппін. Өйткені қай нәрседе қайырлы екенін біз білмейміз ғой. Ішімнен өтпей қалсам, уақытым көп болады. 1 жыл бойы тапсыра алмай қалған 3 пәнді жақсылап меңгеріп аламын. Қалған уақытымда ағылшын тілін үйренермін. Ананы жасармын, мынаны істермін деп өзімше мақсаттар қойып, жоспар жасап аламын. Емтиханға дайындалу барысында харекетімді арттыратын аздап уайым пайда болды. Бұл жақсы орынды уайым. Соның нәтижесінде Аллаға шүкір оқуды уақытында тәмамдадым.
Уайымға салынудан, ішкі үрейден құтқаратын тағы да бір амал әрдайым харекетте болу. Уайымның, мазасыздықтың орнын жақсы істермен толтырып тастаңыз. Санаңыздағы уайым мен үрейді қарбалас жұмыстармен, үздіксіз істермен алмастырыңыз. Абай хакім: әрбір орынды харекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкімен азайтпа, орынды харекетпен азайт десе шәкәрім Құдайбердіұлы. Үйде отырып салғанмен сары уайым, тілегенің тұрама саған дайын. Жүріп тұрып ойланып істеп көрсең, харекетті білерсің сонда жайын деп, уайымнан арылуды өлең жолдарымен жеткізген.